Ассалаумағалейкум танкерлер. Танки X бұл даму жүйесі ілгерілеген, ерекшелігі динамикалық ойын болып табылатын танкілік экшен. Ең негізгісі әртүрлі 11 мінсіз қару-жарақтар туралы қысқаша бүгінгі бейнебаянда айтатын боламыз. Және қарсыластарды жоюды қызықтырақ ететін көрініс әсерлеріне тоқталамыз. Танки X-дағы барлық қаруларды шайқас қашықтығына байланысты 4 түрге бөлуге болады. Жанама аралықтағы шайқас қаруларына өртегіш немесе огнемет, қатырғыш немесе фриз және изида. Өртегіш қарсыласты өртеу арқылы соққы береді. Оның басты ерекшелігі қарсылас соққыны шабуыл кезінде де және шабуылдан кейін де алады. Қатырғыш қарсыласқа соққы берумен қатар қимылын баяулатады. Баяу қозғалатын қарсыласты жою оңай болады. Изида қарсыласқа соққы бере отырып өзін емдейді. жолдастарын емдеу ерекшелігіне ие. Жақын аралықтағы шайқас қаруларына болып твист және рикошет жатады. Балға үлкен калибрлы БТР 3 оқтық қорабымен. Твинс 2 мылтықты тоқтаусыз атумен бірге физикалық қозғалысы жылдам қару. Рикошет оқтары қабырға арқылы жүгіреді. Тығылып тұрған қарсыласты жоюға таптырмас қару. Орташа қашықтықтағы қаруларға Смоки, Гром, Вулкан жатады. Смоки стандартты танк қаруы. Оның басты ерекшелігі ойда жоқ жерде қарсыласқа ауыр соққы беруінде. Гром оғы қарсыласқа тию міндетті емес, қарсыластың жанындағы қабырға немесе жерге тисе болғаны. Сондай-ақ 2 одан да көп қарсыласқа бағытталған оқ барлығына соққы береді. Вулкан жоғары жылдамдықта ату мен ірі мөлшерде соққы береді. Бірақ арасында тоқтап қаруды суытып алуды ұмытпаған жөн. Ең соңғысы алыс қашықтықтағы шайқас қаруы. Рельса мен шафт. Рельса жоғары мөлшерде соққысымен бірге танкіні тесіп өту ерекшелігіне ие. Егер соққы сызығында 2 қарсылас тұрса, екеуінде соққы алады. Бұндай артықшылық баяу оқталу мен ату батырмасын басқаннан кейінгі қару қызуы үшін бірнеше миллисекунд қажеттілігімен шектелген. Шафт ең жоғарғы бір соққысымен және де қашықтықты үлкейтіп көрсететін оптикалық көздеуішімен. Танки X-тегі қарулардың барлық түрлерінде өздеріне тән сыртқы көріністері мен анимациялық қозғалыстары болады. Атқаннан кейінгі артқа серпіліс пен Смоки Громның оқ қабын тастауы және шафттың көздеу кезінде шығатын лазері. Сонымен қатар барлық қаруда қосылған 2 есе соққы қарудың сыртқы келбетіне өзгеріс енгізетін болады. Смокидің ауыр соққысынан кейін танкіде тесік пайда болып, одан от шығады. Ал өртегіштен қатырғыштан шыққан от пен мұз қабырғаларға тіреліп бағыты өзгереді. Классикалық қарулардың оғы танкіге тимей жанынан өткенін байқағанда қаншалықты жолының болғанын түсінесің. Алдағы уақыттарда барлық қарулардың ерекшеліктеріне жеке-жеке тоқталатын боламыз.